Өзіңнің эмоцияңды басқарған кезде өзіңді және өзгені тезірек тануға, зерттеуге ұзақ уақыт жоғалтпай көруге болады. Менің есімім Азамат Есболұлы. Мен Шымкент қаласынан келіп отырмын. Финбридж халықаралық мектебінің директоры болам. Біз 2021 жылдан бері қызмет жасап келе жатырмыз. Шымкент қаласында қазір 860-тан баланы білім беріп отырмыз. Бірінші біздің бұл жерге мен келгендегі себебім біздің коллективте өте үлкен ауқымды болды. Оны бір жүйелі түрде басқару бізге өте қиын болды. Және өзіміздің ұзақ мерзімді мақсаттарымызға жетуге, командамызға соны дұрыс жеткізуге және сол өзіміздің мақсаттарымызға бірге командамен толық нақты қадамдар жасау үшін ізденіске тура келді. Сол үшін келдік. Маған бұл обучениеде ең қатты ұнаған нәрсе адам өзінің эмоциясын басқаруды үйренеді екен. Ол өзіңнің эмоцияңды басқарған кезде өзіңді және өзгені тезірек тануға, зерттеуге ұзақ уақыт жоғалтпай көруге болады. Ең құнды болған нәрсе ол біздің теориялық тұрғыда алған білімімізді практиковать етіп, жаттығып, курста бір-бірімізге давка жасаған кезде оборонамызды қалай көтеруге, назарларымызды, вниманиені қалай жоғары ұстауға, қандайда бір критический ситуация келген кезде адам өз-өзінің ішіне кіріп кетпей, сол ситуацияны тіке қарап, сол проблеманы шеше алу өте қатты ұнады маған. Сол құнды деп санаймын. Өзгерістер өте көп біздің әріптестеріміздің арасында. Біз мектепке енгізуді оқуға келгеннен кейін бастап кеттік. Мысалға айтатын болсақ, орысша айтқан кезде хронический тон дейді ғой. Хронический тонның біз қалай көтеріліп келе жатқанын өз көзімізбен көріп отырмыз. Әрине, мен басқа достарыма да, ағаларыма да айтып жүрем, бұл HR Capitalдың қандай мақсаты зор екенін, бұл елге қандай пайдалы екенін, ол тек қана кәсіпкерлерге емес, бұл жердегі HR Capitalдың маған ерекше ұнағаны теориялық тұрғыда ғана беріп қоймайды, оны біз өзіміздің бизнесімізге, өзіміздің жұмыстарымызға енгізуге сондай бір сенім береді. Сондай сеніммен қайталап үйретіп отырады деп айталамын. HR Capitalға өте үлкен алғысымды айтамын. Біз өте көп тәжірибелер алдық. Бұл асу біз үшін оңай болған жоқ. Бұны біз асқаннан кейін әлі командамызда бізбен бірге асады. Алдағы уақытта елге қызмет ету барысында біз алған білімімізді қолданамыз деп сенемін. Рахмет үлкен. Рифат Ришадовичке ерекше алғысымды айтқым келеді.